Баршаңызға қайырлы күн. Сіздер 10TS каналындасыздар. Каналыма қош келдіңіздер. Және де бұл каналда сіздер жобалардың түсінікті оңай дұрыс жауаптарымен әрі барлық пәндердің жұмыстарының дұрыс оңай жауаптарымен таныса аласыздар, тегін түрде ала аласыздар. Сондықтан үздік атанғыңыз келіп, келесі видео сабақтардан қалып қойғыңыз келмесе, біздің арнаға жазылып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Біз бүгінгі видеода геометрия есебінің 120 және 121 есептерін қарайтын боламыз. Мұнда бастайық. Бірінші, табандары 6 және 8, ал биіктігі BH 1 дециметр болатын трапецияны шеңберге 3-те сызамыз. Енді оның радиусын табамыз. Енді біз мұнда берілген жазамыз. ABCD трапециясы. Берілген жаздық. Енді бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бұшы BH-ты біз мына F нүктесіне дейін жібердік. Содан кейін F мен С-ны қостық. Сонда біз мұнда SBF-тің тікбұрышты екенін көріп тұрмыз. Үшбұрыш F, B, S тік бұрыш үшбұрыш. Сонда біз мына F-ның диаметр екенін білеміз. F тең диаметр, ал бізде трапеция тең берілі. Трапеция тең бүйірлі, яғни бұл жерде AB мен S-ды бір-біріне тең болады. Енді біз мұна H-ын тауып аламыз. Біз білеміз ғой, енді мұнда BH пен мұна жерде былай түсіретін болсақ, тіктөртбұрыштың қабырғалары тең болады. Мұнда AH пен мұндағы да тең болушы еді. Сонда былай түсіргенде 6-дан мұна H-ты табу үшін біз H-тан A-да азайтылған болса, бұны бөлеміз 2-ге, сонда 6-дан 8 2-ге бөлсек, онда 1 AH тең болады 1. Енді мұнда H-ны тауып алатын болса, онда 8-ден 1-ді азайтамыз, тең болады 7 болады. Енді біз хордалар қиылысқан кезде теорема айтатын болсақ, онда ол сол хордалардың әрбір бөлінген ұзындықтарының көбейтіндісі, олар бір келесі хорданың ұзындықтарының көбейтіндісіне тең деген болған. Онда сол теореманы біздің жағдайымыз бойынша жазатын болсақ, онда ол BH, HF және де AH және де HD бір-бірімен тең болады. Енді біз осы жерден HF-ті тауып аламыз. HF-ті табу үшін BH-ті мына жаққа бөліп жіберсек, AH бізде 1-ге, H-ті 7-ге, BH бізде 1-ге тең. Сонда HF ол бізде 7 дециметрге тең болады екен. Енді бізде BF бар, мұнда BF жалпы яғни BH пен HF-тің қосындысы болғанда, бізде BF-та 8 сантиметрге тең. BH плюс HF тең болады 8. Енді Пифагор теоремасын қолданып FS-ті тауып алайық. Бізде байқасаңыздар, біз жаңа барлығына не істедік, B-сы табылды дедік. Содан кейін F-ті табу үшін мынаны таптық, ол үшін мынаны таптық дегендей. Енді мұнда жаңа біз жасадық та, мұнда BH-тың бір екенін білеміз, мына жақтың бір екенін тауып алдық. Одан кейін мынаны табуға кірістік. Мынаны тауып алдықтағы, мыналар бізде болды, мынау бізде бар болды, оңай тауып алдық. Енді FS-мізде біз білеміз, мына BF квадрат плюс BC квадрат түбір астына аламыз. Сонда 36 плюс 64, одан 100 шығады. Оның теориясын алсақ 10 дециметр болады. Сонда радиусымыз ол біздің
диаметрдің жартысына тең. Яғни онда біз оны 10-ді 2-ге бөліп 5 дециметр деп айтсақ болады. Ал енді екінші есепке де келдік. Екінші есепте бізде шеңберге үште сызылған ABCD 4 бұрышының диагональдары қиылысып К нүктесінде тікбұрыш жасап қиылысады дейді. Және де М нүктесі АБ қабырғасының дәл ортасы дейді. Енді мына МК түзуі СД түзуіне түскен кезде мына Н бұрышының міндетті түрде тікбұрышты екенін бізге дәлелдеу керек, перпендикуляр екенін. Енді біз бірге бастайық. Қараңыздар, мен жазып бастадым сіздерге түсіндіру үшін. Мында АБД-ні көріп тұрмыз, АСД деген екі үшбұрышты көріп тұрмыз. Олардың барлығы мына екеуі тең, неге себебі ана АД деген біз өттік қой. АД доғасы белгілі бір доғаға тірелген бұрыштар осы доғаның жартысына тең. 0,15 ол жартысына тең. Енді К 90-ға тең. Ал мында бізде А бұрышы бізден осы 90-нан жазбай кеттім, жазамыз. А осы 90-нан Б бұрышын алып тастағанға тең болады. Енді ары қарай кеттік. Мына бізге қазір керек болады. Мына КМ бізде медианы, ал енді АМ, енді БМ. Медиана дегеніміз үшбұрыштың төбесінен оған қарсы қарама-қарсы жатқан қабырғаның дәл ортасына түскен тік түзуді айтамыз. Енді онда МК медиана болса, онда ол тікбұрышты үшбұрыштыға байланысты тағы да бар сондай қасиет. Егер де ол тікбұрышты үшбұрыштың медианасы осы енді гипотенузаға түседі ғой, егер де гипотенузаға түссе медиана тікбұрышты, онда ол осы гипотенузаның жартысына тең болады. Осы мен естен шығармаймын. Сондықтан да біз МК-ға тең деп отырмыз. Ол сондай арнайы теорема бар. Енді біз мында К, М, Б деген көріп отырмыз. Осы үшбұрыштағы мына Б дегеніміз Б, К, М-ге тең. Неге? Қазір Б, К, М-ге тең. Себебі мынау да тең, мынау да тең, мынау басқа. Яғни біздегі Б, М, К-мыз ол тең берілі. Мынаумен Б, К, М-мыз тең болады. Енді ол түсінікті. Енді Б, К, М-мен ары қарай не тең болады? Д, К, Н тең болады. Себебі олар вертикаль бұрыштар әрдайым тең болады. Енді мұндағы мынаған А мен дәл сол секілді А мен АКМ тең. Ол да оп-оңай, қарап отырсаңыздар. АКМ немесе МК деп жаза бересіздер. Енді бұл жерде ол тағы немен қарама-қарсы тұрмыз? СКН, вертикаль, СКН. Екеуі бірдей болады. Енді СКН мен тең болып тұр. СКН екеуі вертикаль, оны айттық. Енді мұнда жаңағы АСД мен АБ-ның да жартысы екенін айттық. Енді біз мұнда керек нәрсеміз мұнда СКД-ні көріп тұрмыз. СКД бұл бізде 90 градус. Жазып қоямыз. Ештеңені жазуды ұмытып кетіп жүрмейміз. СКД 90 градус. Енді БКА бізде 90 градус. БКА байқап отырсаңыздар екеуі тең. Енді БКА 90 градус болса, онда бізде мына БКА-мыз неге тең? БАК-мыз неге тең? Бағана айтып өткенбіз. БАК ол тең 90, екеуі 90-нан беттаны немесе Б бұрышын алып тастағанымызға тең. Енді қараңыздар. СДК-да неге тең? Дәл солай. СДК-да 90-нан мұнда тұрған К СД-ні алып тастаймыз. К СД. Міне, көрініп тұр ма? КСД. КБМ тең болады бізде ДКН-ге. Айттық қой міне. КБМ тең болады ДКН. Түсінікті, бағана айтып тастадық. Енді БКА тең болады. Біз қараңыздар мұнда. БКА егерде бұл жерде мына КН-ға міне көрдіңіздер ма? Тең болып отыр. Екеуі тең 90 градус. Айтпақшы, мына жерді түсіндіріп кетейін. Мына жерде мынадан үлкен қалай тең болып отыр деп ойлап қалған шығарсыздар, иә? Мұнда мынау қараңыздар. Біз мына екеуінің теңдігін айтып жатыр емес бізбен. Мынау 90 градус. Мынау
қараңыздар 90 градус деп есептеп отырмық шамамен. Енді мында айттық азайтқан кезде мына екеуі тең болып тұр. Мына екеуі бұрыш. Мына бұрышпен мына бұрыш тең болып отыр. Онда мына екеуі де тең болады ғой, 90 тең болады. Міне онда БАК мен СДК. БАК өте маңызды, қарап өтіңіздер. БАК мен СДК тең болады. Енді мынау мен мынау тең болады, себебі мынаған тең, екеуі вертикаль болады дағы. Енді мында БКА, мына екеуі тең болса, мына екеуі тең болмай қайда бар еді? Енді БКА БНД болады, екеуі 90 градус. Басқа қандай жол бар енді? Онда біздің теоремамыз дәлелденді, достар. Енді бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Байқасаңыздар, сіздерге бір ғана мұғалім емес, бірнеше мұғалім әр видеода әртүрлі көрсетіп отыр. Себебі сіздер үшін біз арнайы сондай бірнеше мұғалімдер түсіндіретіндей етіп жасадық. Барлығы үшін оңай болсын, сіздер үшін түсінікті болсын. Сіздерге қай мұғалім ұнап жатыр, жаза өтіңіздер, алдыңғы мұғалім бе, сіздерге ұнағанын көрсетеміз. Және де бүгінгі осындай формат ұнады ма, сіздерге түсіндіру керегі бар ма, ондай ұнай өзі, әлде бірден түсіндірмей-ақ жауаптарын сала берейік пе, өздеріңіз айтыңыздар. Егер де ұнаса лайк басып, қолдап, достарыңызға жіберіп, кең пейіл болып, біздің арнаға жазылып қойыңыздар. Жаңадан бастаған каналды қолдап қойыңыздар.